Ақтауда есірткіге қарсы күрес басқармасының 3 қызметкері сотталды. Есірткі тасыдың деп елден ақша бопсаламақ болған полицейлер шенінен ғана айырылып қоймай, енді 5 жылын түрмеде өткізетін болды. Оларға қатысты қызметін асыра пайдалану және пара алу баптары бойынша қос қылмыстық іс қозғалған болатын. Бірақ пара алғандары дәлелін таппапты. Майор, капитан және лейтенант шеніндегі үшеу былтыр қыркүйек айында күдік тудырған көлікті тоқтатып, есірткі іздейді. Тек көліктен де, оның иесінен де ешқандай тыйым салынған зат табылмапты. Десе де есірткіге қарсы күрес басқармасының офицерлері көлік иесінен жай ғана жібере салу үшін 5 миллион теңге талап еткен. Полицейлерден әзер құтылған жәбірленуші олардың үстінен шағым түсіріп, ақыры қаматады. Жарты жыл қаралған іске бүгін нүкте қойылып, экс-полицейлер қызметін асыра пайдаланған деп танылды. Ал олардың адвокаты жаза тым ауыр дейді.